Az namaz. Kulak. Bugün bizning uyda to'y bo'lyapti, tuğusqanlar kelib sol. Buna Vahid'in stilini qaranda. В общем, biz hozir Afrikadamiz. Прикиньте, Afrikada жүріп biz. 20 yiqtasak da tusimizga kirmagan qo'y. Осындай сапарларда жүрген кезде қандай намаздар қысқартылып оқылады? Қайсылар қысқартылмайды? Таң намазы мен ақшам намазы қысқартылмайды. Ал 4 ракаттық намаздар қысқарылады. Не үшін қысқарылады десе, біреулер намаздың өзін жүк деп ойлайды ғой. Бірақ Алла тағала сапарда жүрген кезде бағана құлы менің қасымда қатты болмасын, сапарда қиналып қалмасын деп өзіне жүктелген міндетті де қысқартып қойған ғой. Қазір біз 4 ракаттық намаз оқымаймыз да 2 ракат оқимыз. Жоқ, мен 4 ракат оқимын, мен сауап көп алғым келеді деп сапар қылмай оқысаң, саған күнә жазылады. Не үшін десе, Алла тағала саған жеңілдік беріп тұр ғой. Сен өз жағдайыңды өзің қиындатсаң күнә аласың, түсіндің ба? Қатты асығыс болсаң сүннет оқылмайды. Әсілі смело жай барахат курортта жүрсең, демалыс орындарында жүрсең, ол кезде оқылады кет. Бірақ абзалы оққан дұрыс, Сенің иманың әлсіресе дейді. Иманың әлсіресе парыз намаздарды көп оқы дейді. Ал иманыңды күшейткің келсе, сүннет намаздарға бекем бол. Мынау Африканың ұлттық киімі. Мынау таспихтары. Субханалла, субханалла. Ислам егіз. О, жарыс басталды. Шоқам! Ана кісіме шығам. Алла қаласа ютубқа қызықты влог шығады сіздерге. Африкадамыз. Аяқ асты келіп қалдық. Зияным. Қалай ахи? Қуанып отырық, бір жағынан қатты шүкіршілігіміз артырып отыр. Мына үйде не свет жоқ, не су жоқ. О, мал келді. Суарындар ана малды. Бөтен бар ма, бөтен? Жандарым сан. Hello. Блес? Мариям. Шаштырын қараңыз, бақышты. Садақа мешітте Қазақстанда бар деп айтатындар. Мына жақта да садақа жәшігі бар. Намаз оқыдық, иманда көбісі басқа мазхаб ұстанады. Яғни Шафии мазхабын ұстанады. Сабақ өтеді екен күнделікті. Мына жерде жазылып тұр, қара. Бірінші күні таухид, Алланы тану туралы өтеді екен. Алла бұл кісілерге разы болсын, ниеттер қабыл болсын. Ал мынау болса дәрет алатын жерлері қараңдар. Мына дәрет алатын жер. О, мешіттің сырты, в общем. Үй сияқты сыртынан. Мотоциклмен келіп кәдімгідей жігіттер намаз оқиды екен. Ойлаңдаршы, жерде осындай әдемілік болса, Алла тағаланың жаратқан жәннәті қандай екен? Машалла. Қандай керемет, а? Эмоцияны айта алмаймын мен. Сауып көрші ананы. Не шығады? Шыға ма? Айбе. Аллаға сан шүкір. Біз қазір Африкада влог түсіріп жүрміз сіздерге. Контент. Бәрі осылай жай рахат, адамдардан қорқпайды. Өйтіп бір сипап қоясыңдар мүйізінен ұстап. Қияметте жануарлар қалай есептеседі білесің ба? Короче, мүйізі бар жануар, мүйізі жоқ жануарды осы дүниеде сүзгені үшін мүйізі жоқ жануарға қияметте мүйіз беріледі. Ол сол мүйізімен сүзеді де, қалай сүзген болса тура солай. Немесе арыстан, ана қойды жеп қойды ма, қой бағана арыстанға айналып ананы жейді. Сөйтіп олар есептесіп болғаннан кейін не істейді? Жоқ болып кетеді. Ал адам ондай емес, ойлашы. Адам азапталады, тозаққа кіреді. Тозақтағы адамдардың хал жағдайы өте қиын болады. Бізге Алла тағала осы дүниедегі жәннатты көрсетіп қойды ма? Енді Алла тағаладан сұраймыз, бізге ақыреттегі жәннатты да көрсетіп қойсын, и бірден көрсетіп қойсын. Ғалымдар айтады, тіпті дейді Алла тағала дейді бір пендені тозақтың ішіне кіргізбесін емес, тозақтың алдынан да алып өтпесін дейді. Себебі тозақта таба қорқыныштың алдынан алып өткеннің өзінде адам өте аянышты халге түседі. Қазір мына видеоны көргеннен кейін мына жерге бәрі келгісі келіп кететін шығар. Мен де сіздер сияқты осындай видеоны көріп осы жерге келдім, армандадық. Джеймс Бонд. Oh, your products? Yes. 8000 километр ар жақтан көтеріп келді десеңші. My name is James Bond from Sevalaf, and this is a Cora, Ziggy Cola. Ziggy Cola. Қалай? Кәдімгідей тестировать етіп отыр ғой. It's good. Okay, so you make by yourself. Африкаға экспорт жасасаңдаршы дейді. It means you do make it yourself. 2 вагон алам дейді. Сен жегіз отқан. Шын айтам. Мынау зәмзәммен есіл чай. Ziggy Cola. Ей, молодец. Bismillah. Awesome.
Amazing. Yeah, number one Ziggy Cola. Muhabbat etmez. Akı sen malsın mı? Öyle aytın mı? Jimba bilen. Oğuz'a kelip takay beredi. Слушал. Piştiriledi ekan tegi. Mal bular emas, boshqa taypa u. Ау тайпа. Aximen jarsa chigirib. Axiya, otilib qoldirma. Go! Hop Davida. Tamam koydum. Qat chigiraman men. 2, 3. Oh, молодец. I can like Good. jump. Okay. WBWC. Hi. Hello. Where are you from? Japanese. Japanese. Oh. Ketdik. Ampetona bana. My friend, Kalay again. What is this? Kalay. This is a good man. Yes. I was just practicing with him, and I have seen he does well. Жақсы екен дейді. Берлі жақсы екен дейді. You are the winner. Okay, let's go. Like this. Oh, very good, very good. Ketdik axi. Бүкіл абыройым осы жерде қалайын деп тұр ғой. Чап axi. Malsın mı? I believe I can fly. Маймыл отаза. Қол көрсетсекті айтсам мен Чыр, қатар. go. Бірдеңені отпасам бүкіл абыройым осы жерде қалып кетейін деп тұр ғой. Чо там? Кеш? Yo. Come on. ешкімді аямаймын қазір. Флана хада омакун. I believe I can fly. I believe. Bismillah. Al axi, abroy verme. Go! Мынау қоң ғой. Қолды байқа. Ананки жаман ұзын ғой брадан. Let's go. Мынау ой үшін біздің вилламыз, 3 комнатасымен. О, шірік. А? Итерсам жабылмайды ғой. Ішім ауыр. Ала. Сол Африкада балалар үйіне келіп 100 балаға, 20 ұстазға ауызашар беріп жатқан жайымыз бар. Дәл осындай бір жақсылықты, нығметті бізге берген Аллаға сан шүкір. Қарным жаман ашып кетті. Қазір мына жерде балаларға зиги чипсидің дәмін татқызамыз. Бисмилlah. Abdullah. Yes. This halal and natural. Halal and Apple, this apple. Apple. Yes. Mashallah. Natural. Красавчик. Вкусно. Нағыз балалар жейтін дүние ғой мынау. Пайдалы, зияны жоқ. Андай бір чипсы жегенше осын жеген дұрыс. Артына балдарға да бер. Ана қызға, кішкентай қызға бер, кішкентай. Good. Ей жандамсың. Қалай? Үшінші қайда? Бұл жақтағы балалар любой тәттіге андай жақсы көреді да. Мынандай бір кішкентай кәмпит берсең де ше таласып жейді ғой. Жер, қорықпа. Осымен миссиямыз аяқталды. Ертең елге қайтамыз, Аллаға шүкір. Өле жегенше бөле жеп. Балалар мәз главный. Қалай екен? Жақсы ма? Көрінді ма? Бір-біріне береді осылай. Сен де шүкір деп жатыр да маған. Also, my friends want to try this ziggyao, so bismillah. Wow, nice. Бірақ бұлар мынаны шүкірген жоқ қой. Бәріне өте чарна дәм, е? This Yes. mojito, Yes. Halal. halal, okay? Мамадағыда ішеді екен да. Бұл да. This is perfect. Mashallah, very nice.
Very nice. Hadiya, hadiya. Hadiah? Yes. For me? Yes. Thank you so much. Yeah. It is and bitib qalsa speak. Allohumma robbana atina fid dunya hasana. On. To'lat qaytdan. тоқтамай ішіп жатыр да до конца. Не себепті бұл кісілерге біздің өнім ұнап жатыр? Себебі олар біз сияқты әртүрлі нәрсенің дәмін көре алмайды, түсіндіңіз ме? Мен Алладан мынандай нәрсені сұраймын. Жәннатқа 70 мың адам сұрақ жауапсыз кіреді. Соның біреуі болайыншы деп сұраймын ғой. Бірақ мен мынандай дәрежедегі адамдарды көргеннен кейін ондай дұғаны сұрауға ұялып тұрмын ғой. Себебі менен де лайықтырақ адамдар бар ғой мына жерде ше. Көп нәрсені білмейміз, сезбейміз, көрмегеннен кейін шүкіршілігіміз аз. Кішкене ақша тапсақ тағы да тапсам ғой, тағы да тапсам ғой деп ұмтыламыз. Бірақ өзімізде бар нәрсеге шүкір етпейміз. Біреудің Инстаграмдағы жалған өміріне сеніп, өзіміздің кәдімгі қарапайым өмірімізге шүкірсіздік танытқаннан кейін бізге берілген нығметтер көрінбейді көзімізге. А на самом деле просто так бір күн отырып шүкір етсең Аллаға, Алла тағала арттырам дейді. Кім ойлаған мен, Олжас, қазақтың қарапайым әшейін балдары Африкаға келіп ауызашар беріп жатыр. Осындай мүмкіндікті берген Зигизаги компаниясына алғысымыз шексіз, Алла разы болсын. Мына видео ораза ұстайтындарға арналады, соңына дейін көріңіздер. Әлі күнге дейін телефоннан дұға оқып жүрсің бе, онда ол негізі қате. Оны самостоятельно өзің шын ықыласпен, шын ниетпен айтуың керек, телефонға қарап емес. Ауызашар және ауыз бекіту дұғаларын бірге жаттайтын боламыз. Мына видеоның соңына дейін көріңіздер, менің артымнан қайталаңыздар. Ең біріншіден ауызашар дұғасы. Аллахумма лака сумту ва бика аманту ва аля ризқика афтарту захаба замау ва баталатул уруқу ва сабатал ажру иншааллах. Мағынасы, Раббым, сен үшін ораза ұстадым, және саған иман келтірдім, және сенің ризығыңмен ауыз ашып жатырмын, және оның сауабынан сенен үміт етем деген мағына. Бұны қазақша да айтсаңыздар болады. Ал ауыз бекіту дұғасы болса өте оңай, себебі ол мына сөздерден тұрады. Навайтуан асума сауму шахру рамадан минал фажри илал мағриби хариthi лиллахи та'ала Аллаху акбар. Мағынасы болса, ниет еттім Алла разылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға, таң атқаннан кеш батқанға дейін тек қана, жалғыз ғана Алланың разылығы үшін. Осы дұғаларды қазақша айтсаңыздар да болады. Ауыз бекіту, таң намазы азан айтылмай тұрып 10 минут алдын бекітілу керек. Азан айтылса ғана ауыз бекітем деген нәрсе болмайды. Алла тағала ұстайын деп жатқан оразаларыңызды қабыл етсін. Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Бізге тіркеліп қарап жүріңіздер. Ал ауызашарды және ауыз бекіттерді именно осы сумен ашыңыздар. Ең таза және зәмзәм суы қосылған қазақстандық өнім. Зиги су. Мөлдір таза зәмзәммен.